Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мен ешқандай ақталып бұл жерде болмаса баламды ақтап, інімді ақтап тұрғаным жоқ бұл жерде. Қорқып, шындығы керек, бұл дүрбелеңнен, бұл қайғы-қасіреттен шаршадым. Мен тек әділ сот болуын қалаймын. Если менің кінәм болса, мені кінәласын. Бауырым кінәсі болса, бауырымды кінәласын. Мен баламды өлтірген адамды әділ жазаға кесілсін. Бірақ қазақ елінен сұрайтыным, тек қазақ елінен сұрайтыным. Мен ақты ақ, қараны қара деп келген жігіттерге де барлығына айттым. Менің баламның жарақаттарында жасырмақшы болды. Мен ештеңеге таң қалмаймын қазір. Сол үшін өтініп сұрайтын, ешқандай митингі көтеріліс болып, мені қаралап, менің отбасымды қараулаудың қажеті жоқ. Если сол мен баламды өлтірген адамдардың әкелері ер азамат болса, менің алдыма келер еді. Тиктокта, болмаса Инстаграмда үлкен кісілерді алдыға салып қойып, болмаса үйге әйел адамдар жіберіп, бұндай дүрбелең болып, бұндай әңгіме бармайтын едік. Сол себепті мен айтатын. Біздің президенттен сұрайтын, министрден сұрайтын, менің отбасыма тыныштық беруін, және де отбасымды бұл Алматы қаласынан аман есен алып шығып кетуім керек. Қалған жағында ол сот созылатыны мәлім, айдан анық. Маған келіп жатқан адамдар да, кетіп жатқан адамдар да, менен интервью алып жатқан адамдар да, мен тек осы адвокаттарыма, заңгерлеріме сенемін қазір. Оларда да бала шағасы бар. Осындай жағдайлардың бәрінде болып жатыр. Сол себепті мен шыны керек, өзім үшін қорықпаймын ешқандай. Атып кетсе де, пышақтап кетсе де, соттатып жіберсе де, сол үшін айтатын. Тек отбасымның амандығы керек. Бауырым, әке-шешем, бала-шағам, соларды мен осы Алматы қаласынан, Алматы облысынан алып шығып кетсем болды. Аман есен. Осы айтатын. Қолымнан келгенше сабырлықпен, ақылға салып, артын ойлап, қолымнан келгенше тырысып жатырмын. Ешкімнен қорқып, ойланып тұрғаным жоқ. Бірақ сұрайтын. Жоғарыдағы осы президентімізден, министрден әділ сот болуын. Мен өзімнің әлсіздігімді оларға көрсетпеймін ешкімге. Шындықты айтып қойдым. Талғар облысында былықты, акиматтағы былықты, больницадағы былықты. Сол үшін өлтіретін болсаңыздар да, менің бауырларым, ата-анам көрмесін. Ататын болсаңыздар да, мені жоқтап жыламасын деймін. Ал менің қылмысым бар екен, олар пышақпен келді. Мен енді о жерге ручка ұстап шықпайтын шығармын. Болмаса қағаз алып. Мен жалбарынып, жалынып сұрадым олардан. Қолдарынан алдым. Қолдарын еркекше беріп кетті сол жерде. Болды деп. Енді артынан келіп істеп отқан тірлігі. Менің отбасымның, біз сол жерде, мен Шерзат Нұрғанат болды. Біз қан төксек, айтсаңыздар болады, қараласаңыздар. Қан төкті бұлар, қан ішер деп. Мен қан төккенім жоқ, қан төкпеймін де. Неге десеңіздер, менің басымда болып жатқан жағдай, менің қарындасым, әйелім, анам қалай жылаған көрсеңіздер, сол кезде түсінесіздер. Сол себепті айтатын. Ешқандай анауға, қазір соғыс жоқ, бейбіт заманда ана жыламау керек. Әжелер жыламау керек. Білсеңіздер, анам, әкем деп жылау, ол бір бөлек. Ботам деп жылаған деген, ол вообще басқа әлем. Сол үшін айтады, қорқты, үркіді дейміз. Ақылға, байыпқа салып, сабырға келіп. Мен қазақ болғаннан кейін, бірде-бір қазақтың қаны ақпасын деп. Айтарым осы. Ал соттайым десеңіздер, соттаңдар. Жоқ, атамыз өлтіреміз десеңіздер, өлдіріңдер. Бірақ көзім жетті.
Қазақстанда әділетті шешім шықпайтынына. Тек бір ғана өтінішім. Қазақ елінен ешқандай қантөгіс болмасын. Президент мырзадан сұрайтын, отбасымды аман есен алып кетуім. Болмаса, басқа мемлекетке бала шағамды алып шығып кетемін.